Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай үй жағдайында өте оңай әрі тез дайын болатын гамбургердің булочкасын дайындайтын боламыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ. Ең алдымен біз булочканы жасау үшін қамырымызды илейтін боламыз. Алдымен жылы суымызды құямыз және жылы сүтімізді құямыз. Міне осындай ерітілген маргарин құямыз. Және де бір ас қасық тұз саламыз. 2 ас қасық қант ұнтағын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Және суды кішкене ұстап көріңіздер қолдарыңызбен. Қатты ыстық болмау керек. Және үстінен бір ас қасықта ашытқа салатын боламыз. Және үстінен осылай електен өткізілген ұнымызды аз-аздан салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне осылай әдемілеп билеп шығамыз. Және видеода көріп тұрғандарыңыздай 2 ас қасық сұйық май құямыз. Күнбағыс майы. Және сол майы кішкене сіңіп, қамырымыз жылтыр әдемі болғанша илейтін боламыз. Міне қамырымызды әдемілеп илеп алдық. Келесі кезекте 1-1,5 сағатқа жылы жерге орап қоятын боламыз. Міне қамырымыз дайын. Міне листімізге осылай пергамент бумагасын төсеп, қолымызды кішкене майлап жіберіп, осылай көз мөлшерінде немесе 120-130 граммнан осылай таразымен бөлсеңіздер де болады, немесе бұл жерде мен көз мөлшерімен бөліп жатырмын. Міне осылай арасын кішкене алыстап етіп қоямыз. Міне осындай бөліктерге бөліп алып, бетін осылай жауып 20 минутқа тұндырып қоятын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай әдемі болып ісініп шықты. Және бұл уақытта біз бетіне жұмыртқасын жағып, қалауларыңыз бойынша күн жетін сепсеңіздер болады.
міне осылай әдемілеп бетіне жұмыртқасын жағып күн жітін сүйіп болған соң газыңызға немесе әсел пеш па қандай өздеріңіздің пісіріп жүрген пештеріңіздің градусына байланысты 20 минутта пісіп қалады. 150-160 градуста пісіремін, өйткені менің пешім қатты қызатын болғандықтан сол аралықта менікі дайын болып пісіп қалады. Енді өздеріңіздің печкаларыңыздың градусына байланысты пісіріп ала берсеңіздер болады. Өте жұмсақ әрі әдемі болып шығады. Үйдегі кез келген затпен қалауыңыз бойынша сәндеп жіберсеңіздер болады. Үйде кішкентай балдарыңыз болса да өте ыңғайлы. Осылай колбасамен немесе өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша котлеттермен жасасаңыздар да өте керемет күшті болып шығатын болады. Салатный листьямызды алдын ала жуып, дайындап, салфеткамен осылай құрғатып дайындап қойдық. Қалауыңыз бойынша кетчуп, майонез қоссаңыздар болады. Енді әркімнің жасалу жолы әртүрлі, әркім өзінің білгенше өзінің қалауы бойынша жасайды. Сіздер де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша осылай әдемілеп сәндеп жасасаңыздар болады. Баршаңызға ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдырып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Міне осымен біздің үй жағдайында жасалатын өте қарапайым гамбургеріміз дайын. Баршаңызға ас болсын.